Ең алдымен өзіміздің отандық спорт түрлерінің, отандық спорттың ардагерлерін көруге ерекше қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Рахмет сіздерге. Енді құрметті спортшылар, қадірлі ардагерлер, спорт саласының майталмандары, әртүрлі спорт саласының түрлерінің шеберлері, баршаңызды еңселі елордамыздың төрінде, өзіміздің ел көлемінде әр тамыздың 3-ші жексенбісіне арналған спорт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құтты болсын мереке. Енді кезекте бізде енді протоколды емес, шын айтқанда шын жанашырлар жиналып отыр деген ниетіміз бар. Сондықтан да бейресми өздеріңізбен бір кездесіп, марапаттарыңызды табыстап, емін-еркін сөйлесіп кездесек деген ниетіміз бар еді. Өйткені ең маңыздысы өзіміздің спорт саласын ардагерлер осылай төрге отырғызып, шақырып, жастарыңыз артында отыр, жас өспірімдеріңіз бар. Ең алдымен министрлік тарапынан өзіміздің отандық спорт түрлерінің ұрпақтар сабақтастығын сақтай отыра жұмысты жалғастыру деген ойымыз бар. Қолдасаңыздар егер. Және де құрметті спорт саласының өкілдері өзіміздің кәсіби мерекеңіз, сондықтан да сіздерді шын айтқанда арнайы елордаға шақырып, қазір Қазақстанның барлық аймақтарының өкілдері осында жиналып жатыр. Енді әрине үлкен халықаралық деңгейдегі дүбірлі додалардың жеңімпаздары осында қатысып отыр деген ойымыз бар. Және де өзіңіздің еңбегіңізді, өзіңіздің шәкірттеріңізді, шын айтқанда ерен еңбектеріңізді бағалай отыра сіздерді арнайы осында шақырып, бір құрмет көрсетейін деп едік. Сондықтан да Мәдениет және спорт министрлігі тарапынан осындай ұсыныс білдіріп, спорт күніне тек қана спорттық шаралар емес, осындай бір құрметті, салтанатты жиын өткізсек деген форматта жиналайық деген ұсыныс білдірдік. Қолдауларыңызға шын айтқанда ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Рахмет баршаңызға. Енді құрметті әріптестер, бүгін енді осы залда ардагерлер бар, олимпиада чемпиондары бар, әлем чемпиондары бар, Азия чемпиондары бар, жерлігерлер бар. Сондықтан да бізге осындай шараға, сіздердің алдарыңызға мен үшін сөз сөйлеу өзі үлкен мәртебе, абырой деп түсінемін. Сондықтан да тағы бір мәрте ерекше ризашылығымды білдіре отырып, өзіміздің осындай жас өспірімдерді қатысып отыр. Өйткені сіздерге қарап біз баршамызда бой түзейміз. Енді алдарымызға баршаңызға мәлім, қыркүйек айының 23 күні осы Қытай Республикасында Ханчжоу қаласында Азия ойындары басталады. Бұл енді 2018-де Индонезияның Джакартасында өткен болатын. Енді 5 жылда, 4 жылда бір рет ұйымдастырылды, бірақ пандемияға байланысты осы 5 жылда бірінші рет болайын деп жатыр. Сондықтан да біздің спортшыларымыз 35 спорт түрінен барып, өз өнерін, ел намысын қорғайды деген ниетіміз бар. Осы сәтті пайдаланып, өзіміз спортшыларымызға отандық спорт мектептерінің түлектеріне сәттілік, жеңіс тілегім келіп отыр. Енді қазірдің өзінде бақ өкілдері сұрап жатыр. Енді олимпиада чемпионаты, олимпиада ойындары болады, қалай болады, Токио былай болды деп жатыр. Біз енді әрине сараптама жасадық, күрделі зерттеу жасадық. Өзіміздің әлеуетіміз бар, әлеуетіміз зор. Ең алдымен министрлік тарапынан, әкімшіліктер тарапынан біз қолайлы жағдай жасап, жасанды емес, шынайы жанашырлықпен қарап, өзіміз спортшыларымызға қолдау көрсетсек, өзіміздің қастерлі көк туымыз жеңіс тұғырынан желбірейді, әнұранымыз шырқалады деген ешқандай күмәніміз жоқ. Солай ғой енді құрметті әріптестер. Енді қадірлі ағайын, тағы бір мәрте енді сіздерді спорт мерекесіне құттықтай отыра, баршаңызға мәлім мемлекет басшысымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазірдің өзінде ерекше отандық спорт дамуына көңіл аударуда, көңіл бөлуде. Соның бір дәлелі өзіміздің министрлік тарапынан осы жарты жылдың ішінде біз нақты 7 жылдық отандық спортты дамыту мақсатында біз тұжырымдаманы әзірлеп, нақты жоспарымыз бар, үкімет қаулысымен бекітілді. Қажетті қаражат бөлінген болатын. Соның бір дәлелі қазір енді білесіз ғой, 20 жыл шешілмеген мәселе. Алматы облысында өзіміз олимпиадалық даярлайтын база құрылысы 20 жыл басталып кетті. Арнайы қосымша қаражат бөліп, мемлекет басшысының бақылауында биыл Құдай қаласа осы 1-2 айдың ішінде ол база ашылатын болады. Бұл үлкен жақсы бір мүмкіндік өзіміздің отандық спортшыларға деген ойымыз бар. Солай ғой енді. Бұл дегеніміз олимпиадалық 23 спорт түрінен барлық халықаралық стандарттарға сай 131 мың квадрат метр бар спорт қалашылығы деп түсінуге болады. Ол жақсы бір мүмкіндік деп түсінеміз. Болашақта да осы қара шаңыраққа айналып, бұдан өзіміздің ел намысын қорғайтын чемпиондар шығады деген ешқандай күмәнім жоқ. Одан қоса енді қазір осы еңселі елордамыздың қасында Қосшыға баратқан кезде ол да 19 жыл бұрын басталған ұлттық спорт университетінің құрылысы. Мемлекет басшысы қолдау білдіріп, арнайы қаражат бөлінді. Осы 1-2 жыл ішінде осы да үлкен ғимараттың
кешеннің шын айтқанда құрылысы аяқталып іске қосылатын болады. Бұл дегеніміз спорт саласына тағы бір мәрте қолдау деп түсінуге болады. Содан да біздің шын айтқанда спортшыларымыз олимпиада ғана емес, олимпиададан кейін де өз тағдырың, өз шын айтқанда тәжірибесің, білімің болашақ ұрпаққа енді түсінікті тілмен жеткізіп, ондай алаң пайда болады деген ойымыз бар. Сондықтан да ғылыми тұрғыдан өзіміздің спорт саласын біз дамытуымыз міндеттіміз деген ойымыз бар. Сондықтан да осы ірі екі жобаның іске қосылуы болса, осы отандық спорт түрлеріне жақсы бір серпіліс болады деген ешқандай күмәніміз жоқ. Тағы бір мәрте өздеріңізге мерекеңіз құтты болсын, бірлесіп болашақта да жұмыс атқара береміз деген ниетіміз бар. Рахмет баршаңызға. Уважаемые Мерей Төлегенұлы Ақшалов, бокстан 2013 жылдың әлем чемпионы. Мерей Ақшалов, қошеметтеріңіз болсын, қымбатты достар. Мерекелік сахна төріне Нұржан Закарияұлы шақырылады. Спортты дамыту орталығы, қоғамдық бірлестігінің президенті. Жалғасовна Алданова, спорт және дене шынықтыру істері комитетінің олимпиадалық емес спорт түрлері басқармасының басшысы. Бибінұр Жалғасқызы Алданова, қошемет болсын. Сахнаға Мейрамбек Жанболатұлы Махамбетов шақырылады. Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығының директоры. Ләззат Көпжасаровна Құдайбергенова, дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы директорының орынбасары. Қошеметтеріңіз. Алып жатқан марапаттарыңыз құтты болсын, қошемет болсын, қымбатты достар. Енді ортақ суретке түсуге шақырамыз, келіңіздер. Шапалақтарыңызды, құттықтауларыңызды аямаңыздар. Салтанатты марапаттау рәсімі жалғасады. Қадірменді ханымдар мен мырзалар, еңбек ардагері медалімен марапатталады. Абоймов Виктор Андреевич, жүзуден 1972 жылғы Мюнхен олимпиадасының күміс жүлдегері. Құттықтаймыз. Марат Талипович Елеусінов, бокстан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Марат ағамызға қошемет болсын. Сахнаға Рысбек Рамазанұлы Нұрғазин шақырылады. Грек-рим күресінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Ахат Әбілдаұлы Мұхамеджан, еркін күресінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Қошеметтеріңізді аямаймыз, достар. Мерекелік сахна түрінде Жанат Маргенұлы Манашев, бокстан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Ильсияр Баймухамедович Қанағатов, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті спорт дирекциясының директоры. Мерекелік сахна түрінде Николай Шамсудинович Альмурзиев, еркін күрестен спорт ардагері. Дариға Үсейновна Камзебаева, спорт ардагері.
Гүлсім Сагимбаевна Төлебаева, Астана Олимпиадалық даярлау орталығының кадр және құқықтық қызметінің басшысы. Аяулы ханымдарымызды спорт күні мерекесімен құттықтаймыз. Қош келдіңіз болсын. Гүлсім Сагимбаевна Төлебаева. Анатолий Кожекенович Күлназаров, спорт ардагері. Аға, мерекеңіз құтты болсын. Айтар тілегіңіз болса. Аға. Құрметті әріптестер, уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Асхат Араздыхович. На самом деле сегодня мы встретились представители нескольких поколений. Мне было приятно смотреть на олимпийских чемпионов Ермахана Ибраимова, олимпийских чемпионов, неоднократных чемпионов мира по тяжелой атлетике Илья Ильину, посмотреть, поздороваться, обняться. Посмотреть на Армана Чельманова, который бронзовый призер шел яркой победой над кубинцем. Это кто там был в Пекинской Олимпиаде в 2008 году. Все видели, все смотрели, все болели. Особенно из Атравской области. Земляки, друзья, потому что это единственная область, которая в течение 2 олимпийских циклов в массовом порядке они развивали таэквондо среди старшеклассников всех общеобразовательных школ области. И результат получился очень удачный. Арман сами видели, смотрели. Это доказало, что такое массовость. Что касается сегодняшней встречи, я, конечно, аналогичный, более, как сказать, не в таком масштабном, а более реальном варианте было при министре Темирхан Мунайдаровича Досмухамбетова, который он, в общем, тоже шествовали мы ветеранов, особенно, значит, деятелей, организаторов, особенно тренеров, учителей отдельно физической культуры. Но я просто хотел бы подчеркнуть именно перед, как сейчас только министр в своем поздравительном слове сказал, что мы находимся в канун участия нашей спортивной делегации перед азиатскими играми. Через год получится у нас встреча на французской земле, летних Олимпийских играх. Наши ведущие спортсмены будут принимать участие. Но сегодняшняя встреча, я думаю, это необычайная во всех отношениях, посвященная Дню спорта, который дает нам на самом деле возможности даже тех ветеранов, которые сегодня награждены, отмечены были за труд, а еще они большим упоением будут идти дальше, помогать, поддерживать, подсказывать наших тренеров, организаторов, руководителей, прежде всего большую армию учителей физической культуры и тренеров. И это, естественно, даст она свои результаты, потому что тот опыт, который имеют ветераны ардагерлер, спорт ардагерлерінің білетін, оған өмір керек, оған жұмыс қызмет жасау керек, сонда ғана тәжірибе жиналады, оны өздеріңіз білесіздер. Поэтому для того, чтобы у нас была именно такая встреча нескольких поколений, именно посвященную Дню памяти, я от души, от имени ветеранов спорта Республики Казахстан, только что созданный, правда, офис находится у нас в Алматы, но, по крайней мере, я благодарен именно Министерству культуры и спорта в том, что многие ветераны не в состоянии физическом или по другим причинам, материальным, надо сказать конкретно, вылетят сюда и приехать принимать участие сегодня, в сегодняшних торжествах. А то, что эта встреча, конечно, даст толчок
именно не только развитие массовой физической культуры, но и подготовки спортивного резерва. И прежде всего выступление наших членов национальных олимпийских сборных команд, которые через год, как я уже говорил, встреча будет на французской земле. Поэтому я всем отъезжающим, готовимся к азиатским играм, успехов желал бы от имени ветеранов спорта. Я от имени нашего президиума, исполкома нашей новой организации, я думаю, вот за это я благодарен, что уже ветераны уже активно действуют, уже работают, уже ищут, где, в каком направлении помочь, поддержать Министерству культуры и спорта, Комитету по спорту и физической культуре, который, в общем-то, руководители пришли новые, есть и с опытом руководителей, и аппарат, который, значит, все силы направляет на успешное выступление в предстоящих азиатских и олимпийских играх. Успехов вам, а вам, дорогие коллеги из нашей, как говорится, значит, руководства и центральный аппарат комитета по спорту и министерства, чтобы все-таки вы более активно, более чаще нас собирали, но хотя бы один раз в 4 года по итогам прошедших Олимпийских игр. Спасибо за внимание. Анатолий Кожикенұлы, сізге алғысымызды айтамыз. Салтанатты марапаттау рәсімі жалғасады. Ардагер. Қошеметтерімізді аямаймыз, біз жалғастырамыз. Сахна төріне Асқар Рақымұлы Асубаев шақырылады. Спорт ардагері. Асқар Рақымұлы Асубаев, қошемет болсын. Мерекелік сахна төрінде Альберт Павлович Смагин, спорт ардагері. Молдашевич Қойшын шақырылады. Қазақ күресінің ардагері. Мерекелік сахнада Қарлығаш Сапарқызы Тишкенбаева, спорт ардагері. Сабыржанов, асық атудан ардагері. Қошеметтеріңіз. Мерекелік сахнада Александр Григорьевич Тиховский, паралимпиадалық спорт түрлері бөлімінің жеңіл атлетикадан аға жаттықтырушы. Сахна төріне Серік Ислямович Данияров шақырылады. Сурда олимпиадалық және паралимпиадалық емес спорт түрлері бөлімінің үстел теннисінен аға жаттықтырушысы. Ардагерлерімізді еңбек ардагері медальдерімізбен құттықтаймыз. Ортақ суретке түсуге шақырамыз. Келіңіздер. Қымбаттық және спортты дамытуға сіңірген еңбек үшін төс белгісімен марапатталады. Хамзин Дәулет Тұратұлы, Астана қаласы, дене шынықтыру және спорт басқармасы, спорттық бұқаралық іс-шараларды өткізу бөлімінің нұсқаушысы. Дәулет Тұратұлына қошеметтеріңіз болсын. Сахна төріне Орынбек Көшкенбаевич Пұшпақбаев шақырылады. Спорт ардагері, дзюдо жаттықтырушысы.
мерекелік сахна түрінде Ашым Шәрипұлы Қали, нөмір 2, Ақтөбе қаласынан көп салалы балалар жас өспірімдер спорт мектебінің джиу-джитсудан жаттықтырушы, оқытушысы. Қошеметтерімізді аямаймыз. Сахна төріне Нұржан Қырықбайұлы Жолдасбеков шақырылады. Жамбыл облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары. Қайрат Нұрбайұлы Жармұхамедов, Жетісу облысынан олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар мен жас өспірімдердің жекпе-жек түрлері бойынша мектебінің дзюдодан жаттықтырушы, оқытушысы. Сахнаға Николай Геннадьевич Некрасов шақырылады. Қызылорда облысы мұз айдыны директорының орынбасары. Сахнада Сұлтан Кәрібайұлы Тынысбаев, Ұлытау облысы Жаңарқа аудандық балалар мен жас өспірімдер спорт мектебінің басшысы. Сахна төріне Нұржан Абуевич Рыскеев шақырылады. Шымкент қаласы номері 4-ші олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар жас өспірімдер спорт мектебінің қазақ күресінен аға жаттықтырушысы. Қошеметтеріңіз! Мақсат Есенбекұлы Шотаев, ұлттық және ат спорт түрлері орталығының 9 құмалақтан аға жаттықтырушы. Сахна төріне Сайранбек Ербатырұлы Әбілқайыр шақырылады. Ұлттық республикалық Киокушкин Кан Карате Федерациясының вице-президенті. Гүлназ Нұрланқызы Уашпаева, спорт және дене шынықтыру істері комитеті, қысқы спорт түрлері басқармасының бас сарапшысы. Сахна төріне Марат Даирович Каскербаев шақырылады. Спорт және дене шынықтыру істері комитеті, ұлттық спорт түрлері және спортта мүмкіндігі шектеулі тұлғалармен жұмыс істеу басқармасының басшысы. Мерекелік сахна түрінде Ермахан Сагиұлы Ибраимов, Алматы олимпиадалық даярлау орталығы директорының орынбасары, бокстан 2004 жылғы Сидней олимпиадасының чемпионы. Ергенович Жақсымбетов шақырылады. Спортты дамыту дирекциясының директоры. Айнұр Перизатқызы Қалиева, ұлттық және ат спорт түрлері орталығының қаржы және ұйымдастыру жұмысы басқармасының басшысы. Қадірменді көрермен спорт жанкүйерлері, құттықтауларыңызды аймаңыздар. Ортақ суретке түсіңіздер. Спорт қызметкері төс белгісімен марапатталады. Әсет Балғаждарұлы Әділхан, волейбол ардагерлерінің федерациясы президенті. Мұхтар Есенгелдіұлы Бөгенбаев шақырылады. Түркістан облысы нөмірі 5-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі қазақ күресі бөлімінің жаттықтырушысы. Қошеметтеріңіз, достар. Сахнаға шақырамыз. Алдарыңызда Азамат Есімханұлы Көкебаев, Жетісу облысы намыс спортты дамыту дирекциясының грек-рим күресінен жаттықтырушы. Сахна төріне Нұрдәулет Нәбиұлы Момынов шақырылады. Жамбыл облысы ұлттық спорт түрлерінен Әулие Ата кәсіпқой клубының басшысы. Сахнаға Виктор Васильевич Пестик шақырылады. Солтүстік Қазақстан облысы
дене шынықтыру және спорт басқармасы, бұқаралық спорт және инфрақұрылым бөлімінің басшысы. Сахна төріне Сағдат Кабирович Садықов шақырылады. Ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығы бас директоры. Серік Қуанышбекұлы Ақтаев, ұлттық және ат спорт түрлері орталығының 9 құмалақтан бас жаттықтырушы. Сахнаға Азамат Қайратұлы Қарлығашев шақырылады. Қазақстан спортшылар одағының төрағасы. Қаттырақ, қошеметтеріңіз болсын. Бақытгүл Жолдыбайқызы Мақанова, Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері комитеті жазғы спорт түрлері басқармасының бас сарапшысы. Сахна төріне Алишер Асылханович Аймұхамбетов шақырылады. Спортты дамыту дирекциясы директорының орынбасары. Нұрпейіс Болыспайұлы Қоныспаев, спортты дамыту дирекциясы, автомотоспорт, спорт түрінен мемлекеттік жаттықтырушы. Сахна төріне Айза Ефратқызы Мамбекова шақырылады. Спортты дамыту дирекциясы, мәнерлеп сырғанау спорт түрінен ұлттық құрама команда басшысы. Дарынды, талантты спортшыларымызға, жаттықтырушыларымызға, басшыларымызға қошемет болсын. Ортақ сөйлетке түсіп алыңыздар. Зал поддерживает аплодисментами, поздравляет наших мәдениет және спорт министрлігінің құрмет грамотасы. Руслан Абангелдіұлы Сергазинге тапсырылады. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің спорт және дене шынықтыру істері комитеті спорт инфрақұрылымын дамыту басқармасының басшысы. Сахна төріне Маргарита Андреевна Елисеева шақырылады. Ауыр атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Маргарита Андреевна Елисеева, қошемет болсын. Мерекелік сахна төріне Дастан Жұмабайұлы Алдашев шақырылады. Астана қаласының Олимпиадалық емес спорт түрлерін дамыту дирекциясының директоры. Спортты насихаттауға үлкен үлес қосып жүрген бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне де қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Осы сәтті пайдалана отырып, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің алғыс хатымен келесі журналистер марапатталады. Жігер Серікұлы Әзберген, бас спорт порталының жетекшісі. Сахна төріне шақырылады. Егемен Қазақстан порталының редакторы. Қошеметтеріңіз. Мерекелік сахна төрінде Тияз Ахметшәріп, Best News KZ порталының редакторы. Шерхан Абделиев шақырылады. Қазақстан ұлттық арнасының журналисі. Мерекелік сахнада Әсем Таңатар, Қазспорт арнасының журналисі. Азамат Сыздықбаев, Қазинформ ақпараттық порталының тілшісі. Айдос Рымқұл, Баскетбол Федерациясының ақпараттық хатшысы.
ақпараттық хатшысы. Сахна төріне Ануар Абдрахманов шақырылады. Хабар 24 арнасының журналисі. Алдарыңызда Айбек Намазбай, Казспорт арнасының журналисі. Ергенбайұлы Төлеу шақырады. Казспорт арнасының журналисі. Алексей Александрович Цой, Евразия 1 телеарнасының журналисі. Данияр Алиханұлы Есетов шақырылады. Тенгри Ньюс порталының редакторы. Қошемет құттықтау болсын. Суретке түсіп алыңыздар. Несмолкаемые аплодисменты аудитории. Спортшыларымыз ең алдымен тағы бір мәрте алтын уақыттарыңызды бөліп, келгендеріңізге алғысымды білдіргім келіп отыр. Енді бүгін шын айтқанда спорт залдayыз, бүгін біз терледік та енді. Өйткені шын айтқанда жыл бойы сіздер терлейсіздер, бүгін біз терлейік енді. Рахмет баршаңызға. Енді Алла жазса жеңіс тұғырынан көк туымыз желбірей берсін. Сол үшін бәріміз аянбай, шын ниетпен көңіліміз ақ, пейіліміз түзу, ниетіміз бар. Сондықтан да Алла тағала қазақта айтады ғой негізі. Адамның көңілі ақ болса, ниеті түзу болса, Алла тағала қолдайды дейді. Сондықтан да Азия ойындарына да, Олимпиада ойындарына да шын айтқанда қазақ еліне алтын медальдар келе берсін. Құтты болсын. Тілектеспіз. Барлық спорт саласы жаңашылдары келіп отыр деп айтып келіп отыр. Жаңа бір ақсақал ардагерлеріміз айтып отыр ғой. Біраз Олимпиада чемпиондарын көріп отырмын деп. Енді Ольга Рыпакова да осында қатысып отыр. Бір құрмет көрсеткен ағамыз қатысып отыр. Өзіміздің байтақ мамандарымыз бүгін марапат алмаса да, арнайы осы саланың нағыз шынайы жанашыр ретінде алтын уақытын бөліп осында келіп отыр. Ардагерлерімізге деген үлкен құрмет, жастарымызға деген үлгі өнеге баршамыз бірлесіп бір үйдің баласындай аянбай еңбек ете берейік. Мерекеңіз құтты болсын ағай. Ізгі тілектеріңізге көп рахмет сізге.
қалықтап жасай беререм құшағыңда уай
Nurgisa Kendiyev Akbu. Келдім міне 80-ге, тай үйретем тепсеңде. Екі кенен тумайды Алатауға ексеңде. Дәл осылай кезінде Кенен Әзірбаев ағамыз өзі туралы керемет сипат беріп кеткен екен. Күндердің бір күнінде көрші ауылдағы бір бай қызының ұзату тойын жасамақшы болады. Тойға барғысы кеп қызыққан Кенен атамыз көк шолағына жайдақ міне сап, шықпен ноқталап, ақ таяқпен қақпалап, тойшыл қауымның артынан шаба жөнеледі. Қырға шығып қараса, қыз-келіншектер қызылды жасылды киініп құлпырып кетіпті. Бұған қанаттанған Кенен атамыз көк шолағын екі өкпеге тепкілеп шырқай жөнеледі. Hey to Shola, 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 hey to Shola. Мінгенім астымдағы көк шолақтай ой, көк шолақтай ой.
Спорт мерекесіне арналған мерекелік бағдарламамызда жалғастыратын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері.
Birge berimiz. Медет Салықов, Клара Төлембаева. Халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Әйгерім Алтынбек. Canto della Terra. Forse stiamo insieme solo qualche estate. Sì, ti stiamo ad ascoltare il cielo, la finestra, questo mondo che si sveglia e la notte già così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra che gira insieme per noi, lasci un po' di My love, che sei amore mio, sento la tua voce e ascolto il mare. Sembra davvero il tuo respiro, amore che mi dai, questo amore che sta lì nascosta in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che
сыйлығының иегерлері Азат Мәлік, Әйгерім Алтынбек. Галиева. Мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Азат Мәлік, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Азамат Жылтыркөзов. Жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілем, көк кілемде кім ойнайды, көк кілем. Күннің нұры, айдың аппақ сәулесі, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсен атамекен, көкейінде жатады екен, күннің
жауынгер, даламыздың даңқын асырып жүрген қадірменді еліміздің мақтаныштары. Сіздердің жарқын болашақтарыңызға, кемел келешектеріңізге, ынта, жігер, арман мақсаттарыңызға біз сенеміз. Мереке құтты болсын, қазақ спорты жасай берсін. Келесі кездескенше аман сау, сау-саламатта болыңыздар.